Жәнібек ханнан кейін таққа Керейдің ұлы Бұрындық отырды. Ол хандықты шамамен 1480-1511 жылдар аралығында басқарды. Бұрындық хандықты 30 жылдан астам уақыт басқарғанмен, хандық билікті өмірінің соңына дейін ұстап тұра алмады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің айтуы бойынша, 1509-1510 жылдары Бұрындық хан саналса да, халық арасында Жәнібектің ұлы Қасымның ықпалы зор болды. Бүкіл билік Қасым сұлтанның қолында болып, хандықтың ең беделді екі адамның арасындағы бәсекелестік Қасым сұлтанның жеңісімен аяқталды. Қасым хандыққа отырғаннан кейін Бұрындық Самарқандқа кетуге мәжбүр болып, сонда қайтыс болады. Қасым хан 1511 жылы Дешті Қыпшақты толық өз билігіне алды. Осы уақыттан хандық билік жойылғанға дейін қазақ даласындағы билік Жәнібек ұрпақтарының қолында болды. Қасым хан әз Жәнібектің ортаншы ұлы. Ол шамамен 1445 жылы дүниеге келіп, 1521 жылы Сарайшық қаласында дүние салды. Сүйегі сол қалада жерленген. Қасым басқарған 7 жылда қазақ хандығының атты әскері 300 мыңға, халқы 1 миллионға жеткен. Қасым хандықтың кеңеюі мен нығаюы үшін бар күшін салды. Ханның басты мақсаты елінің бейбіт өмір сүруі болды. Қасым хан қазақ хандығының төңірегіндегі елдің барлығымен бітімгершілік саясатын ұстанып, қарамағында халықты бейбіт жағдайда ұстай білді. 50 жыл бойы ат жалында жүрген қазақ халқы үшін Қасым ханның жүргізген саясаты ұтымды болды. Қасым хан Моғолстан ханы Сұлтан Саидпен достық қатынас орнатты. 1514 жылы Сұлтан Саид Шығыс Түркістанға кеткен соң, қазақ ханының Жетісу жеріндегі билігі нығая түсті. Шайбанилықтардың ішкі өзара қырқысын пайдаланып, қазақ хандығының оңтүстік шекарасын нақтылады. Иранға қарсы соғыстарда Өзбек ханына көмек көрсетті. 16 ғасырдың басында Ұлан Байтақ аумақты, яғни оңтүстікте Сырдария алабы мен Түркістан аймағын, шығыс, оңтүстік шығыста Жетісу жерінің біраз бөлігінен Балқаш көліне дейінгі аймақта, солтүстік және солтүстік шығыста Ұлытау өңірінен Қарқаралы тау тарамдарына дейін, солтүстік батыста Жайық өзенінің алабын толығымен өз қол астына қаратты. Қасым хан билік жүргізген жылдары қазақ қоғамындағы алауыздықты болдырмау үшін Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын қазақ халқының алғашқы әдет-ғұрыптық заң ережелерінің жинағын шығарды. Қасым ханның қасқа жолы 5 тараудан тұрды. Бірінші мүлік заңы, екінші қылмыс заңы, үшінші әскери заң, төртінші елшілік жоралары, бесінші жұртшылық заңы. Қасым хан басқару үшін бір жүйеге келтіру үшін қабылданған бұл заң жинағының орындалуын қатаң түрде талап етті. Қасым хан кезінде қазақ хандығының қуаты мен беделі алыс жақын шетелдерге таныла бастады. Солтүстікте Сібірмен, Қырым, Астрахан хандықтарымен сауда және елшілік байланыс орнатты. 16 ғасырда қазақ хандығы Батыс Еуропа мен Руське мәлім болды. Ұлы князь 3 Василий тұсында Мәскеу князьдігімен дипломатиялық байланыс орнатты. Иран мен Әзірбайжан жерінде құрылған Сефевид мемлекетімен де достық қарым-қатынаста болды. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының астанасы алдымен Сығанақ, кейін Сарайшық қалалары болды. 1515-1516 жылдары Қасым хан жошы ұлысын тәртіпке келтіргені соншалық, оның халқының саны миллионға дейін жетті. Хайдар Рази